Тілі 31 сабақ. Әліпби. Сабақтың тақырыбы өтірік өлең. Бүгінгі мақсатымыз өлеңді мәнерлеп оқу, өлеңнің мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған сұраққа жауап беру, жаттығуларды орындау, оны қатесіз көшіріп жат. Өтірік өлеңді оқымас бұрын алдымен біз өтірік өлең туралы шағын видеосын көріп алайық. Содан кейін сабағымызды жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум. Huzurumuzga oldu Galya. Marhabat ettiğim jarnamamızga say. Kırık ötürük aytıp bereyim. Atının sözünü al. Ne garip kılan değilsin. Bas kadrı bilseniz, tımdamız endişe. Var sana. Ne tereki? Tımdat kırık. Sorun filmde var. Sınav kör baba. Сендер жаңа 40 өтірік өлеңінің шағын үзіндісін көрдіңдер. Оны толық көруге де болады. Ендеше өлеңімізді оқиық. Сүттін сауып торғайдың, жетім тайды өсірдім. Аққу жегіп арбаға бүкіл елді көшірдім. Инеменен жер қазып, су шығардым шөл жерге. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге. Мінекей балалар, өтірік өлеңді біз жаңа оқып шықтық. Енді өздеріңді тағы да біліп оқыңдар. Енді астындағы сұраққа жауап берейік. Өлең не туралы? Өлең мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Яғни жұптасып, қасындағы отырған балалар өздеріне бір-біріне сұрақ қоюға болады. Балалар, өтірік өлең ауыз әдебиетінен алынған. Себебі ерте кезде адамдар жазу білмегенде бір елден екінші елге шешендер, данышпан адамдар тек қана өтірік өлең емес, батырлар жырын, дастандарды, ертегілерді, мақал-мәтел жұмбақтарды ауызша айтып, бір елден екінші елге тарап, мінекей әлі күнге дейін авторы болмағандықтан ауыз әдебиетіне жатады екен. Екінші жаттығу, тиісті сөзді қойып, өтірік өлеңді көшіріп жаз. Яғни суреттің орнына біз сөзді жазып еткенбіз. Мініп алып құртқа, өрмеледім бұлтқа, алып келіп айды көрсеттім көп жұртқа. Сурет атауларының алғашқы әрпін аты, ол әріптер әліпбиде нешінші тұр? Балалар, әрине әліпбиде бірінші бізде айдың суреті А, ол бірінші тұр. Екінші бізде суретте Б әрпі келеді, ол бізде үшінші тұр әліпбиде. Ал Қ әрпі ол 15-ші тұр екен. Үшінші жаттығу, ойлан тап, оқы, қалық қойған әріптерді тауып, орнына әліпбидің ретімен қойып шығайық. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, ұзақ И, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У. Мінекей балалар, біз әліпбиді рет-ретімен орнына қойдық. Бұл жерде дауысты дыбыстар бізде 4 екен, ал қалғандары дауыссыз дыбыстарға жаңа өзіміз орнына қойғандар, не көкпен берілген белгісіз әріптерді қойып шықтық, олар дауыссыз дыбыстар екен. 31-ші сабақ бойынша Х әрпін әдемілеп, көркемдеп жазу керек. Х дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады екен. Және екінші жаттығуды көшіріп жазасыңдар. Содан кейін әріптерді әліпби ретімен жалғастыр. Жаңа біз оны айтып өткен болатынбыз.
Балалар, осымен сабағымыз аяқталды.